жаңа жұмысы сәйкес келмейтін бағаны әкеп қойып қояды. Сізге екінші рет клиент келмейді. Продукты қымбаттаған, қызметтер қымбаттаған. Мені арзан болсам, барлығы маған келеді, менің қызметімді алады. Бірақ клиенттің ең жаманы дұрыс емес. Өте төмен баға болып саналады. Қазір қымбаттатсам, мен оған лайық емеспін. Өз қызметіне қалай баға қоюға болады? Сәлем, сіздермен бірге мен Фариза Халық, қарым-қатынас экспертімін, коуч, маманмын. Жалпы, бұл тақырыпты айтпастан бұрын алдымен каналға жазылыңыз, және мен сіздерге конкурсты естеріңізге салғым келеді. Барлық, даже конкурс деуге келмейтін шығар бұны, барлық осы Instagram және де YouTube каналыма жазылған оқырмандарға мен өзімнің қыз сезім атты марафонымды тегін беретін боламын. Тағы да бір хабарландыру, әр айдың 15 және 16 күндері мен талисманмын атты марафон жүреді. Бұл марафон өте символикалық бағада тұрады. Төменде описаниеда ссылка тұр, сол арқылы өтіп жазыла аласыздар. Ол жерде біз қыздың қалай сенімділігін арттыруға болады, өзіңізді жақсы көру, жігітпен қарым-қатынаста қалай өзімізді ұстау керек, өткен бұрынғы жігітті қалай ұмытамыз, тағы сіздерге маңызды біраз тақырыптарды қозғайтын боламыз. Ендеше кеттік, жалпы өз қызметіңізге қалай баға қоюға болады. Немесе жаңағы бағасын көтере алмай жүрген, бұл көбінесе фриланс, өз-өзіне жұмыс жасайтын мамандарға арналады. Бұл жердегі баға сіздің профессионалдық деңгейіңізбен сәйкес келуі керек. Мен айтып тұрған жоқ, мынандай да нәрселер бар да, бағаны көтеру керек екен деп, деңгеймен жұмысы сәйкес келмейтін бағаны әкеп қойып қояды. Сол үшін бізде көңілі қалып кетеді, сізге екінші рет клиент келмейді. Менің өзімде қалай басталды? Мен алғашқы консультацияларым кемі 5000 теңгеден басталып, сөйтіп өсті да, 5000, 10.000, 15.000. Бұның барлығы енді ауадан алып өсіп жатқан жоқ. Менің жинаған тәжірибеме сәйкес, одан қала берді, алған білімме, повышение квалификации дейміз, бұл кез келген салада бар, одан сайын оны оқу, тереңнен зерттеу, қарау деген сияқты. Өзіне жұмыс жасайтын адамдарда не бар? Бұл енді госорган емес. Біреуге жұмыс жасап тұрған жоқ. Сондықтан табысын арттыра алады. Ол үшін сізде міндетті түрде білім алып отыруыңыз қажет. Солай менде де жүрді. Солай 5000-нан басталып 10, 15, 20, 30 деген сияқты кете береді. Баға ауадан алынбайды. Баға сіздің оқыған біліміңізбен деңгейіңізге сәйкес жүруі керек. Енді неге баға өседі, баға өспегені дұрыс? Бізде бұрынғы ойлау жүйесі бар ғой, бұрыннан қалып келе жатқан. Бір деңгейде болу керек, немесе үлкен кісілер енді пенсия алады, немесе госорганда жұмыс жасайтын белгілі бір фиксированный жалақыны алады. Сол кезде туындайды да жаңағы продукты қымбаттаған, қызметтер қымбаттаған, бұрын барып жүрген жерге уже бара алмайсың, ол жасаған недоступны болып қалған. Енді бұл жерде сіздерге сауал туындайды, өзіңіз таңдаған сала ғой, ол уже сіздің проблемаңыз. Ал мына жақтағы адамдарға айтатыным, өсу керек. Баға үнемі өсіп отырады. Себебі адам өзгеріске тез ұшырайды, және бір жылмен, мысалы, өткен жылдағы Фариза мен биылғы жылғы Фариза сәйкес бола алмайды. Екі адамның деңгейі уже екі түрлі. Сондықтан соған сәйкес бағасы өсу керек. Егер бағасы өспесе, мынандай болмайды да. Мені арзан болсам, барлығы маған келеді, менің қызметімді алады, менімен жұмыс жасайтын болады. Жоқ. Бұрынғы клиенттеріңіз келе беруі мүмкін. Бірақ клиенттің ең жаманы сіздің профессионализм үшін емес, бағаңыз үшін ғана таңдауы. Например, былай түсіндірсек болады. Air Астана да. Air Астана барлығына бірдей қолжетімді деп айтуға келмейді, баға жағынан салыстырмалы тұрғыда қымбат. Басқа әуе компаниялармен салыстырсақ. Дегенмен, ол жерде сервис мықты. Яғни адам сол ыңғайлылық үшін, өзінің комфорты үшін баға төлеуге дайын. Мысалы, мен Fly Арыстанды көргем, және Air Астананы. Fly Арыстанға адамдар не үшін барады? Баға арзан болғандықтан. Fly Арыстанның сервисі күшті деген адамды мен көрген жоқпын. Немесе соның самолеттары маған ұнайды, сонымен ұшқан өте ыңғайлы деген мен адамды мүлдем көрген емеспін. Алатын адамдардың барлығы не үшін алады? Бағаның төмендігі үшін. Скат, Қазақ Air бар бізде. Мен ол компанияларда мүлдем пайдаланып көрмегем, сондықтан айта алмаймын. Дегенмен
уже оларға жай ғана басқа мүмкіншілігі жоқ болғаннан барады да адам. Өзінің таңдауымен емес, просто амал жоқ та, сонымен ғана ұша салады. Ал Эйр Астанаға келгенде уже адам таңдап қалап барасың да ол жерде. Ол жерге саған дейтін бір қарым-қатынас бөлек екенін білесің, персонал жақсы екенін білесің. Ұшқан кезде сен уже комфортпен ұшатыныңды біліп тұрасың. Және төлеп жатқан ақың сол комфорт екенін білесің. Сол үшін мен арзан бағада қойып жүре берсе, мені барлығы жақсы көреді, менің клиенттерім көп болады деген ой дұрыс емес. Себебі клиент сіздің жұмысыңызды емес, сіздің ақыңызды, бағаңызды ғана жақсы көреді. Ал бұл өте жеке өзіне жұмыс жасайтын адамдар үшін негізі өте төмен баға болып саналады. Немесе мынандай болмау керек, ертең біреу келеді, білмеймін, продюсер келеді, мені бір дамытатын бір маркетолог келеді. Сол келеді де менің бағамды бүйтіп қымбаттатып береді. Біреу арқылы өсемін, но пока маған осы бола береді деген ойда дұрыс болмайды. Ешкім сізді өзіңіз қаламасаңыз, біреу келіп өсіріп бермейді да. Әрбір адам сапалы жұмыс, сапалы қызмет үшін ақы төлеуге дайын. Егер сіз сол құндылықты түсіндіре алсаңыз, сіздің беретін қандай артықшылығыңыз бар екенін, қаншалықты білім деңгейіңіз бар, адамдардың өміріне, жалпы қоғамға қандай пайдаңыз бар, осы дүниені анық түсінсеңіз, міндетті түрде сізге ақы төлеуге адамдар дайын болады. Ал егер өз нормаңызды көтеруді білмесеңіз, онда менде трансформациялық ойындар бар, сол жаққа келсеңіздер болады. Сол арқылы сіздің негізгі қаржылық блоктарыңызды анықтап, өсуге жол тапсақ, в принципе, можно ол нәрсені. Әрбір өсіп жатқан бағаға чувство вины болады да бізде адамдарда. Мен қазір бағаны қымбаттатсам, клиент аз, ол бір итак қорқыныш. Екінші бар, мен қазір қымбаттатсам, мен оған лайық емеспін. Яғни өзімізді бағалауымыз соншалықты төмен, және соншалықты төмен бағаны ұсынамыз. Шаршап жүріп жұмыс жасаймыз ғой. Әлгі алған ақшамыздың өзінен рахат ала алмаймыз, біз қиналамыз. Әрбір ақша ол қиындық үшін келмейді, ол рахаттану үшін ғана келе алады. Ақша ол ресурс. Бұл ресурсты дұрыс пайдалана алмасаңыз, әрине ақшаның энергиясы сізден алшақтай бастайды. Жалпы ақша энергетикасы туралы тақырып сіздерге қызықпа, төменге плюс қалдыра кетіңіздер, видеомен бөлісіңіздер, каналға жазылыңыздар, және мен беретін сыйлықтарды ұмытпаңыздар, алу үшін төменге жазу керексіздер. Сау болыңыздар, келесі видеода кездескенше.